Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк тимесін басты ұмытпаңыздар. Бүгін таңертең Қарағандының Майқұдық шағын ауданында майда сауда үйделерінің бірінің жанында 71 жастағы әйелдің денесі табылды деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Қарағанды облыс ПД баспасөз қызметіне сілтеме жасап, сауда үйінің жасанды белгісіз әйелдің денесі жатқанын туралы Қарағанды қалалық ЖБО-ға кездейсоқ куәгер хабарлаған. Полиция дереу оқиға орнына жеткен. 31 желтоқсан күні сағат 9:47-де Қарағанды қаласы ПД ЖБО-ға 12 шағын аудандағы Аян Су жасындағы зорлық-зомбылықтың белгілерісіз 71 жастағы әйелдің мәйіті табылғаны туралы хабарлама келіп түсті. Бұл факті полицияға тіркелді. Тиісті сараптама тағайындалды. Оның нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданады, деп хабарлайды полиция. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.